Әділет демократиялық партиясы парламент мәжілісінің жергілікті мәслихаттар сайлауына қатысуға дайын. Ол туралы Атырауда өткен партияның облыстық конференциясында партия жетекшісі Мақсұт Нәрікбаев мәлімдеді. Атырауда өткен конференцияда облыстық қалалық мәслихаттар депутаттығына кандидаттар таңдалып ұсынылды. Партия төрағасы Мақсұт Нәрікбаев өз сөзінде партияның алдында тұрған мақсат міндеттеріне тоқталып, Қазақстандағы қазіргі саяси жағдайға баға берді. Бүгінде еліміздің жоғарғы заң шығарушы органдарында Әділет партиясының өкілдері жоқ. Сол себепті де партия мүшелері парламент мәжілісінің сайлауы және оған дайындық науқаны өз күштерін ұйымшылдықпен жұмылдыруы тиіс. Құрылғанына 7 жыл толғанымен біздің партия еліміздің өркендеп гүлденуіне өз үлестерін қосып келеді. Және алға қарай да осы бағыттағы жұмыстарын жандандырады, деді партия жетекшісі. 7 жылдың ішінде біз 2 рет парламенттік, 2 рет президенттік сайлауға қатыстық. Бір сайлауда, парламент сайлауда жеңіске де жеттік. Біз осы Әділет партиясы, мына заңгерлер партиясы болғандықтан, әділеттік деген құндылықты туыстап алып жүргендіктен, біздің айтатын сөзіміз ғана емес, біздің мемлекетіміздің болашаққа қосатын өте үлкен бағдарламамыз бар. Ол бағдарламаны жаңадан бағдарлама қабылдады, саяси тұғырнама. Ол тұғырнаманы әділеттіліктің жолы деп аталды.